Ертеде бір шал мен кемпір орманның шеттерінде өмір сүріпті. Кемпір маған бауырсақ пісіріп берші. Жарайды. Бауырсақ, мен сені жеймін. Мені жеме қоян, мен саған өлең айтып берем деп. Мен атамдан қаштым, мен әжемнен қаштым. Енді сенен де қақып кетем деп қашып кетті. Бауырсақ, мен сені жеймін. Мені жеме қасқыр. Мен атамнан қаштым, мен әжемнен қаштым, мен қояннан қаштым. Енді сенен де қашып кетем. Бауырсақ, мен сені жеймін. Мені жеме аю. Мен атамнан қаштым, мен әжемнен қаштым, мен қояннан қаштым, мен қасқырдан да қаштым. Енді сенен де қашып кетем. Неткен әдемі дәмді бауырсақ, сені жегім келіп тұр. Жоқ, түлкі, сен мені жеме, мен саған өлең айтып берем. Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, мен қояннан қаштым, мен қасқырдан қаштым, мен... Бауырсақ, менің құлағым жақсы естімейді. Мұрныма шығып айтшы. Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым. Көрдіңдер ме, балалар? Міне бауырсақ ертегісінен түйгеніміз, біз үлкендердің сөзін тыңдауымыз керек. Бауырсақ ата-әжесінің сөзін тыңдамай үйінен қашып кетеді. Соның кесірінен қауіпке тап болады. Өзіңе тым сенімді болу қауіпті. Бауырсақ әр аңнан қашып құтылған соң мақтанып, сақтығын жоғалтады. Қауіпсіздік өте маңызды. Жолда кім кездесетінін білмейсің. Сондықтан әр қашан абай болу керек.